Bismillah. YouTube көрермендеріне сәлем. Арнама қош келіпсіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бүгін біздің айтатын тақырыбымыз ғылыми зерттелген ислам рәсімдері. Қытай ғалымдары дәрет алғанда адамның денесі салқындап демалатынын анықтаған. Себебі дәрет ең нүктелі тамырлар орналасқан жерлерді жуумен болады екен. Намаз оқығанда қыбылаға қарап сәжде етіледі, ал қыбыла Мекке қаласы жердің алтын нүктесінде орналасқан. Адам маңдайымен сәжде жасағанда оның бойындағы жағымсыз энергия сол алтын нүктенің әсерімен шығып кетеді екен. жылы Токио ғалымы Исенори Осуми оразаның денсаулыққа пайдалы екенін дәлелдеп Нобель сыйлығын алды. Егер бұл заманда Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам болғанында ол ғалым ұялар еді. Себебі бұны ол 1400 жыл бұрын айтып кеткен болатын. Егер күні бойы аш жүріп ауыз ашар болғанда бірден ыстық ас, самса, бауырсақ сорпаға қыңқиып алсаңыз, оразаның рухани тәндікте рахатынан құр қаласыз. Ауыз ашарда құрма жеу, сосын 15 минуттан соң асқа көшу пайдалы екенін дәлелденген. Ал мұсылмандар құрмамен ауыз ашып, шам намазын оқып барып асқа отырған. Ауызды 3 немесе тақсандар мен құрмамен ашу бұл сүннет. Сүндеттеу Ибрахим алейхиссаламның заманнан келе жатқан ғұрып. Айтпақшы, ол кісінің өзі қартайғанда сүндеттелген екен. Неміс ғалымдары сүннеттің ер баланың зәрден таза жүруіне пайдалы екенін және де урологиялық аурулардың алдын алады деп айтуда. Зам-зам суының құрамы жер бетінде басқа суларға ұқсамайтыны дәлелденген. Хадистерде бұл су жәннаттан берілгені және не тілеп іште соған тілек қабыл болатындығы айтылуда. Бұл сіздермен болған YouTube көрейік арнасы достар. Видеоны соңына дейін көріп шықсаңыз рахмет. Сау болыңыздар.